Аларның инде кішкене кіші бір гене. Ол да болса Гүлгіне. Өзі бір гене болса да, ойыншықлары бик күбаның. Ойыншықларына оңа әтесі де алып қайта, әнесі де сотып ала, обысы да, апасы да. Нинди гене ойыншықлары юк Гүлгіненің. Бәләкейсіп машинасы тортып еріші маймылы да, кіші шекілі екі аяқлап ери тұрған мойына сумка асқан. Кіжесі де, барысы да бар. Тек Гүлгінеге бірге ойнарға иптешігіне yok. Шуңа әбесі бүгін көрші малы ен шақырып кіртті. Ол да Гүлгіне кібік бәләкей. Башы үстелден шақына көрініп тұра. Олар башта бек әйбәт ойнадылар. Ләкин менә бір уақыт көрші малайның бір матур ойыншыққа көзі түшті. Оны қолына алды. Гүлгіне шунда шырылтап қышқырып жіберді. Менекі, тиме! Кухнядан әбесі келіп кірді. Олай ярамай, бірге ойнағыз, сен аңа да ойыншықларына бер, деді ол. Гүлгіне тіремешігіне бір қолы шыққан, бір аяғы сынған қоршақны малайға сузды. Малай алды, тек қолсыз қоршақ оны бек тез тойдырды. Ол екіншісіне үрілді. Гүлгіне яңадан шырылды башлады. Менеке, тиме, өзім ойнем. Тағын әбесі келді. Олай ярамай, бірге ойнағыз дейтін бітінде. Хай, кімге шаблай қымсызсың сен, дейді ол. Кетмегенде Гүлгіне ойыншықларын жеді да құшақлап көтере башлады. Әйде, тегі бөлмеге шығып ойнайбыз. Бәләкей көрші малай әйбет малай екен. Ол Гүлгінеге болышым дейіп, бірнеше ойыншықны ала башлады. Әйде, мен бұларын алып барам. Гүлгіненің шырайы сытылды, көзлері ақайды. Менеке, тиме, өзім көтерем. Ол бүтін ойыншықларында өзі көтеріп кетмекші болды. Көрші малайы бейленіп тұрмады. Гүлгіне азапланды да азапланды. Ойыншықларды оның емсіз қыланышына риза түгілер еді ақыры. Қыз аларының бірсін алса, екіншісі еденге чөп кете. Малайға хәзір қызық қына. Ол елмайып күліп тұра. Екінші бөлменің ишігі түбіне жеткендегіне нәрсеніңдір шілтір етіп кеткені іштілді. Гүлгіне әнесі бөле кеткен, олтын тұтқолы бәләкей шейнігін чүріп жіберген екен. Ол бек қоты, бек кемсіз етіп елап жіберді. Қобат әбесі келді. Хой, қора біткенсіңеш! Кімге генә шығансың бұ теклі? Өзің генә ойнағаш, өзің генә көтергеш, шулай бола шул ол.